Жұдырықтай жұмылуымыз керек. Қазақстан бокс федерациясы Азия ойындары алдында жанкүйерлерге үндеу тастады. Жылдың басты жарысы тура бір айдан кейін Жапонияның Нагоя қаласында өтеді. Ол жерде қазақ боксшылары барлық салмақта бақ сынайды және 12 жыл бойы күткен алтын жүлдеге қол созуға тырысады. Осы тұрғыда жанкүйерлердің қолдауы аса маңызды. Әсіресе Жапонияда жұмыс жасайтын, білім алатын немесе саяхаттап баратын жерлестеріміз болса, бокс федерациясы жарысқа кіру билеттерімен және арнайы футболкалармен қамтамасыз етуге дайын. Бұндай фанаттар қозғалысы Астанада өткен әлем кубогы мен Ливерпульде өткен әлем чемпионатында болды. Енді осы үрдісті жалғастыру қажет. Айта кетейін, бокс бойынша жекпе-жектер 21 қыркүйекте басталады. Жартылай финал 29 және 30 қыркүйекке, ал финалдар 2 қазанға жоспарланып отыр. Қазақ боксшыларының өзі Азия ойындары басталмай тұрып 10 күн бұрын Жапонияға аттанады және сол жерде жарыс алдындағы дайындықты пысықтайды.